маркетолог. Орындық тұрған жерге қарап тұр. Осылай отырсам да краш. Сәлемдеріңе, бүгін біз адам мүмкіндігі фантастика ма әлде ғылым ба деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Яғни адам шынымен де барлығына қабілетті ме, әлде белгілі бір шекара бар ма? Бүгін бізде қонақта мектебіміздің бетке ұстар оқушысы Аманжан Темірлан. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Темірлан, 10-шы А сынып оқушысымын. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы адам мүмкіндігі шексіз бе? Меніңше шегі бар. Бірақ ол біз ойлағаннан да әлде қайда жоғары. Мысалы спортшыларды алайық. Олар ұзындыққа секіреді, ауыр салмақ көтереді, рекорд жасайды. Мысалы Еркебұлан Тоқтарды танисыздар ғой. Өжіп ташлайсыздар. Ол да мүмкін емес нәрсені мүмкін етеді. Мысалы Еркебұлан Тоқтар өзінің жетістіктеріне қол жеткізді. Сол секілді ғалымдар да жаңа заттарды ойлап табуға құлшыныс білдіреді. Осының барлығы тәуекел жасауға тіреліп тұр. Мысалы 25 этаждың үйдің бір төбесін былай ұстап тұра алмайсың ғой. Сол сияқты ана бала үшін бір қолмен мүмкін емес нәрселерді жасайды. Енді бұл жерде жаңа сұрақ пайда болып, егер адам ең қиын сәтте осындай күш көрсете алатын болса, біз күнделікті өз күшімізді пайдаланамыз ба? Баяғыда адамдар аспанға ұшуды армандайтын, ал ертегілерде кілеммен ұшуды немесе тағы да қиялы нәрселерді ойлайтын. Бұрын бізге қиял болған нәрселер қазір ғылым мен инженерияның арқасында бізге қолжетімді болып табылды. Енді сізге сұрақ, біздің қазіргі армандарымыздың қайсысы шындыққа айналады? Қазіргі таңда ИИ, яғни искусственный интеллект дейтін пайда болды. Яғни адамзаттың жаңа эрасы басталды. Осындай кездерде ChatGPT, Google Gemini дейтін заттарға барлық адамдар жатып алды. Яғни адамдар еріншек болып барады, ойланғысы келмейді. Көбісі соны біле тұра, соны жасайды. Мен де қазір жиыдың кесірінен әлем құлдырайды деп ойлаймын. Негізі осы жасанды интеллектті ойлап тапқан ғалым бар ғой, сол осы адамзатқа пайдасын тигізсін деп ойлап тапқан зат деп ойлаймын. Яғни біз оны дұрыс пайдалансақ, қазіргі армандарымыз болашақта шындыққа айналуы мүмкін. Яғни біз осы жасанды интеллекттен жаңа идеялар алып, тіпті телепортацияға дейін жетеміз деп ойлаймын. Қазір қарап отырсақ, бірнеше жыл бұрын TikTok, Instagram, жиі, барлығы, тіпті қазіргі нарықтағы сұранысы көп, SMM, мобилограф, таргетолог деген сияқты мамандықтар бізде бұрын болмады. Тіпті қазір бұл мамандықтарсыз да, жиісіз, TikTokсыз, Instagramсыз біздің 2026 жыл елестемейтін сияқты. Ал сіз 20 жылдан кейін біздің әлемімізді қалай елестетесіз? Қандай жаңалықтар күтесіз? Менің ойымша технология адам өмірін одан сайын жеңілдетеді. Мысалы, қазір біз үйде отырып әлемді басқара аламыз. Яғни үйде отырып тамақ заказ дейтін қазақша тапсырыс бере аламыз, үйге керек заттарды бере аламыз. Яғни осыншама біздің жұмыстарымыз жеңілдеп кетті. Осы арқылы адамның уақыты көп болады. Яғни өзіне күтім жасайтын уақыты көп болады. Айта кететін жайт тағы да қазіргі таңда медицинада дамып кетті. Яғни искусственный жүрек, почка деген сияқты заттар қолданылып жатыр. Біз осы медицинаны әрі қарата ИИ арқылы дамытатын болсақ, мысалы қазіргі орташа жас 70-80 болса, болашақта 170-180 жасқа дейін жетуі мүмкін. Қазіргі таңда тағы да электрический машиналар пайда болып жатыр. Бұл арқылы түтін қазіргі машиналар қарағанда түтіні аз болады, ауаны ластамайды, түтінді аз шығарады, бензиннен арзан және де адамға қолайлы. Осы машиналарды, медициналарды және ИИ-ді дамытатын болсақ, біздің өміріміз жеңілдеп, болашақта таза әрі білімді ортада өмір сүреміз деп ойлаймын. Жақсы, Темірлан, бүгін бізге уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Сізге сау болыңыз, ал сіздерге кездескенше.